Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құрамы өте қарапайым болса дағы өте биік, жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығатын батон нанның рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге жасап, видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Бізге қажетті заттар: сары су. Мен сары су пайдаландым. Егер сіздерде сары су болмаған жағдайда жылы суды пайдалансаңыздар болады. Ертілген сары май, електен өткізілген ұн, ашытқы, тұз және қант. Жылытылған сары суымның үстіне ашытқым мен қантымды қосып, жақсылап араластырып аламын дағы. Ашытқым жұмыс істегенше қоя тұрамыз. Яғни біздің сары суымыздың бетінде көпіршіктер пайда болу қажет. Шапочка. Ендігі кезекте електен өткізілген ұныма тұзымды қосып араластырып, жылы суым, ашытқым жұмыс істегеннен кейін жылы суымды ұныма қосып, алдын ала ертіп алған сары майымды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Және бізге сұйық май қажет. Сұйық майды артынан қамыр илеп болғаннан кейін қамырыма құятын боламын. Барлық пайдаланған заттарымды описание бөлімінде видеоның астында жазып өтемін. Қамырымыз жұп-жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын қамыр болып иленуі қажет. Жақсылап илеп алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да біраз илейтін боламыз. Жақсылап барлығы біріккеннен кейін қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Мінеки, шамамен 1,5 сағат уақытымыз өтті. Қамырымыз өте биік болып көтерілді. Енді ешқандай ұнды пайдаланбай, қолымызды майлай отырып, қамырымызды жинап, 2 бөлікке бөліп аламыз теңдей. Яғни біздің қамырымыздан 2 батон наны шығатын болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай, қамырымызды жинаймыз дағы. Мен алақанымның көмегімен, яғни қолымның көмегімен жайып алдым. Сіздер оқтаудың көмегіне жүгінсеңіздер де болады. Бірақ оқтаудың еш қажеті жоқ. Қолымыздың көмегімен жайып аламыз дағы. Қамырымызды бүктеп, формасын жасаймыз. Қамырымыздың, батон нанымыздың шымшып жан-жағын бекітеміз деге. Формамызға саламыз. Міне екінші қамырды да көрсетіп өтейін. Ешқандай қиындығы жоқ. Қамырымыз өте икемді, жұмсақ болып келеді. Екі қамырымызды да формасын келтіріп алғаннан кейін формамызға салып, бетін жауып, шамамен 20 минутқа қоя тұрамыз. Дәл осы кезде пешімізді қосып, 180 градусқа қыздырып алсақ та болады. Пешіміз қызды, нанымыз да көтерілді. Енді осы нанымыздың үстіне пышақтың көмегімен кесіп жолақтар жасаймыз. Дәл дүкендегідей болып шығу үшін пышақтың көмегімен кесіп алғаннан кейін үстіне кішкене ұн сеуеміз. Енді осы дайын нанымызды жаңағы қызып тұрған пешімізге 50-60 минутқа салып пісіріп алатын боламыз. Мінеки, жұп-жұмсақ, өте биік болып көтерілген, түрі де өте әдемі, дәмі де өте дәмді болып шығады. Толық суғаннан кейін бірақ кесеміз. Осы нанды бір рет жасасаңыз, үнемі жасағыңыз келіп тұратын болады. Өте жұмсақ әрі дәмді, ыстықта жерініп кететін нан. Қолдың наны әсіресе дәмді болып келеді ғой. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.